жалпы балалар неге мерзімінен ерте босанып өмірге келіп жатыр? Шала туған сәбилерге неонатолог қандай көмек көрсетеді? 2 килограммға дейінгі нәрестелерде вакцинация жасауға былайдан противопоказания дейміз. Осы сарғаюдың негізгі себептеріне бұны қалай емдейміз? Себеп салдары туралы айтып берсеңіз. Сарғаю синдромы ол дәрігердің тағайындауымен, дәрігердің анықтауымен бірге жүретін синдром деп есептейді. Ең төменгі салмақтағы нәрестелер, ол бізде 500 грамм, 600 граммдық нәрестелер салмақ бойынша уақытылы дер кезінде ота жасалса және арнайы дәрі-дәрмектермен емделсе, осы баланы аман алып қалуға және шектерін сақтап қалуға мүмкіншілік бар. Және шетелдік мамандардан көп мерзімге қалып қойдық деп мен айта алмаймын. Шалғай ауылдық елді мекендерде осы неонатология саласы қалай дамып жатыр? Ол жақтағы ауылдағы ағайынның жағдайы қалай? Осы жағынан намыз жалпы халыққа не беріп жатыр? Осы турасында өзіңіздің ойыңызбен бөліссеңіз. Бұл саланың медицинаға берері көп. Қайырлы күн, құрметті көрермен. Бүгін біз өмірдің ең алғашқы сәттері шала туған сәбилердің денсаулығы мен күтімі жайында сөз қозғаймыз. Бүгінгі студиямыздың қонағы Жамбыл облыстық перинаталдық орталығы неонатология жөніндегі бас дәрігердің орынбасары, облыстың бас неонатологы Талғат Толықбаев мырза. Талғат Жорабекұлы, студиямызға қош келдіңіз. Қош көрдік. Қайырлы күн, құрметті көрермен. Мен есімім Талғат Жорабекұлы. Мен осы облыста неонатолог маман болып жұмыс жасаймын. Қазір біз шала туған нәрестелер жайлы сөз қозғағалы отырмыз. Неонатология жалпы жас ғылым деп саналады. Медицинаның жауапты саласы. Осы сала өңірімізде қалай дамып жатыр? Енді неонатология жайлы айтатын болсақ, неонатологияның бастау алуы өткен ғасырдың 50-60 жылдар деп айтайық. Негізі әрине жаңа туған нәрестелермен бұрынғы заманда айналысқан, дегенмен осы ғылымның нағыз бастау алып, нағыз өркендей бастауы осы 50-60 жылдар өткен ғасыр деп есептеледі. Оған өзі түрткі болатын жағдайлар да, тарихта орны бар заттар да бар. Осы уақыттан бастап неонатология ғылымы дами бастады деп есептейміз. Біздің елімізде осы 80-ші жылдары алғашқы неонатология кафедрасы Алматы қаласында дәрігерлердің білімін үздіксіз жетілдіру институтында ашылған болатын. Ол жерде біздің ұстазымыз Тамара Курмангалина Чувакова бастаған кафедра ашылып, сол жұмыс басталғалы бері білім беріліп, мамандар дайындалып, бастау алды біздің елімізде деп есептеуге болады. Қазіргі өңірде қандай дамып жатыр неонатология саласы? Біздің өңірді алатын болсақ, біздің өңірдегі неонатология саласы сол 80-90 жылдардан бастап дами бастады. Біз соңғы 2000 жылдардан бері қарай осы тірі туу шарттарының бүкіл әлемдік критерийлеріне ауысқаннан кейін бізде даму ерекше қарқынмен белес алып келе жатыр деп есептейміз. Неонатологияның дамуына үлес қосатын заттар өте көп. Ол біз бірнеше факторларды айтып өтсек болады бұл жерде. Ең алдымен әрине білім ғылым, одан кейін осы мамандардың дамуы және осы заман талабына сай медициналық жабдықтармен жабдықталу мәселелері өте көп және перинаталдық орталықтардың ашылуына байланысты болды. Қазір бізде шала туған сәбилер деп біз 37-ші аптаға дейінгі сәбилерді айта аламыз ба? Бізде мынау қараша айының 17-сі дүниежүзілік шала туған сәбилер күні ғой. Иә, шала туылудың мерзімі бүкіл әлемдік шарттарды алатын болсақ 22 апта мен 37 аптаның аралығында туылған нәрестелерді біз шала туылғандар деп есептейміз. Бұл шала туылған нәрестелер тек қана салмаққа емес, в основном осы мерзімдерге байланысты бөлеміз. Шала туылған нәрестелердің 22 мен 28 аптаның ортасын өте экстремалды төмен салмақта өте төмен мерзімде туылу деп есептеледі. 28 мен 32 аптаны орта мерзімде шала туылу деп есептеледі. Ал 32 мен 36-ның ортасын ірі салмақтағы шала туылған нәрестелер деп есептейміз. Жалпы әрине дүниежүзілік шала туылғандар күні осы 2009 жылдан бері атап өтіп келе жатыр. Ең алғашқы Австрияда, Вена қаласында осы шала туған нәрестелердің күрделі мәселелерін қозғау үшін, қоғамда олардың рөлін белгілеу үшін ең алғаш рет осы жерде атап өтілді.
Және қазір бүкіл әлемде осы 17 қараша шала туылған нәрестелер күні деп есептеледі. Осы күні біздің орталықта да атап өтуге тырысамыз жылдан жылы. Және өзімізде туылған шала туған нәрестелерге шақырып осы күні мән беріп, қоғамда осылардың рөлі, осы нәрестелерге көрсетілетін көмек жайлы және шала туғандардың проблемасын қозғау жайлы біраз мәселелерді айтамыз. Жалпы балалар неге мерзімінен ерте босанып өмірге келіп жатыр? Қандай патологиялар жиі кездеседі? Осы туралы айтып берсеңіз. Өте дұрыс сұрақ. Ең алдымен біз осы шала туғандардың неге шала туылады деген себептерін іздейміз. Бұл себептер ана денсаулығына тікелей байланысты болып тұр. Қазіргі заманда біз айтатын болсақ, шала туғандардың себептері бірнеше факторлар болып есептеледі. Мысалға, ең алдымен алатын болсақ, өздігінен шала туып қалу. Өздігінен шала туып қалу ол организмдегі анатомиялық немесе эндокриндік жүйенің өзгерістеріне байланысты. Екінші фактор ол қазіргі замандағы жүктіліктің асқынуы, гестациялық гипертензия дейміз, қан қысымының көтерілуі немесе преэклампсия. Осылардың салдарынан біз ерте босандыруға мәжбүр боламыз. Одан кейін судың ерте кетуі, анасынан қан кетіп, ана бала жолдасының ерте ажырауына байланысты. Бала жағдайының күрт нашарлап, диагностика жасағаннан кейін ерте босандыруға мәжбүр болуы. Осындай факторларға әрине көп байланысты. Одан бөлек айтатын болсақ, әрине ананың ағзасындағы өзгерістер, экстрагениталдық аурулар деп айтамыз. Мысалға, сахарный диабет, қан аздық ауруы, жүрек қан тамыр аурулары, жүйке жүйесінің аурулары, басқа да диспансерлік учетта тұратын, мысалға, кейбір аналардың денсаулық жағдайына байланысты ерте туу себептері анықталады. Сіздердің орталықта шала туған сәбилерге неонатолог қандай көмек көрсетеді? Алғашқы көмегі қандай? Мына вакцинация жайлы айтып кетсеңіз. Неонатологтың негізгі мақсаты осы шала туған нәрестемен жұмыс істегенде оны ең бірінші тыныс алуына көмектесу. Ең алғашқы тынысына көмектесу ол ең басты мақсат болып есептеледі. Себебі шала туғандардың патологиясы осы өкпе жетіспеушілігі, тыныс алу жетіспеушілігі деп есептейміз. Ол ерекшелік жаңағы жетілмегендіктен болып тұр. Өкпе тіні жетілмегендіктен ауа қапшықтар аз болады. Сол ауа қапшықтар аз болғандықтан тыныс алу проблемасы кездеседі. Осыны алғашқы тынысқа көмек берсек, дұрыстап қысыммен демалдырып, жақсы бақылауда ұстап, мониторинг жасап, осы тыныстың қалыптасуына көмектессек, ары қарай бұл балалардың басқа ағзаларының мүшесінің жұмыс жасауына үлкен септігін тигізеді. Бізде шала туған нәрестелерде 2 килограммға дейінгі нәрестелерде вакцинация жасауға былайтан противопоказания дейміз, немесе қарсы көрсеткіш деп айтамыз. 2 килодан асқаннан кейін оларға вакцина салуға болады. Қазіргі заманда біз босандыру мекемелерінде 2 түрлі вакцина саламыз, ол туберкулезге қарсы және гепатит Б-ға қарсы. Осы 2 вакцинаны қарсы көрсеткіші бар кезде, алғашқы кездерде салмай тұрамыз да, кейін уақытысы жеткенде, салмағы өскенде салуға біз ата-анасынан рұқсат алып барып саламыз. Екеуі де қоғамда орны бар аурулар болғандықтан вакцина алу өте маңызды. Себебі болашақта балаларды осы вакцинаның арқасында пайда болған иммунитет қорғайды. Одан кейін соңғы кезде байқаймыз, балалар сарғайып толып жатыр. Жүктілік дейміз ғой, қазір көп таралған. Бұл мерзімі жетіп босанған келіншектердің сәбилерінде де болады, және шала туған сәбилерде болады. Осы сарғаюдың негізгі себептеріне бұны қалай емдейміз? Себеп салдары туралы айтып берсеңіз. Өте дұрыс сұрақ. Әрине, сарғаю синдромы, жылтуха новорожденных, жаңа туған нәрестелердің сарғаю деген диагноз бар. Бұл бір шеті өтпелі кезеңнің, тек қана өтпелі кезеңнің бір құбылысы деп есептеуге болады. Ол нормаға жатады. Немесе ол определенный, немесе бір белгілі бір мөлшерден билирубин сарғайтатын зат асқаннан кейін, сарғыштық зоналар көбейгеннен кейін балаға диагноз қоюға тура келіп, емдеуге тура келеді. Әрине, оның бәрі патологияға жатпайды. Өтпелі кезең ол алғашқы 4-5 күнде пайда болады сарғаю. Сол 4-5 күні пайда болған сарғаю кейін басылу керек. Ол анасының
тамақтандыруына байланысты, баланың өзінің жағдайына байланысты, ерекшеліктеріне байланысты өтпелі кезеңнен өтіп кетеді көп нәресте. Ал кейбір нәрестелерде сарғаю ұзақ болады, немесе көп мөлшерде кездесуі мүмкін. Осы кезде дәрігердің көмегі қажет болады. Енді әрине қазір сарғаюға көп көңіл бөледі, себебі диагностика дұрысталды. Көптеген дәрігерлер, медбикелер бірінші перзентханада, екінші мынау ПМСП дейміз, алғашқы көмек көрсету мекемелерінде ол жердегі оқытылған мамандар осы жағдайды дер кезінде анықтап көмек көрсетуге дайын. Сарғаюдың емі өте көп емес, әрине. Біз бұл жерде атап өткіміз келеді, анасының емізуді дұрыс қолға алуына байланысты, баланың жасына байланысты және фототерапия деп айтамыз, негізгі ем осы ультрафиолетті сәулемен емдеуге байланысты. Басқа дәрі-дәрмектердің берілуі, немесе капельницалардың қойылуы ол аса қажетті емес. Тіптен даже былай айтсақ болады, ол көрсеткіштердің қажеттілігі мүлдем жоқ деп айтсақ болады. Ол дәрілердің көмегі мүлдем жоқ. Дегенмен бізде қазір кейде болады, осы ата-аналар, алғашқы босанып кеткендер, кейде ата-апалары, әжелері осы рекомендацияларды қолданады, бұрынғы заманнан қалып қойған деп айтайық. Бірақ олдың аса дұрыс емес екендігін қазір айтқым келеді. Сарғаю синдромы ол дәрігердің тағайындауымен, дәрігердің анықтауымен бірге жүретін синдром деп есептейік. Бірақ осы неонатолог дәрігерлер айтады, осының дер кезінде емдемесе, бұл өте үлкен бір патологияға болмаса бір ауруға айналуы мүмкін деп аналарға ескерту жасап жатады. Осы жерінде берсеңіз. Әрине, сарғаю синдромының билирубин деген жаңа сарғайтатын зат жайлы айтып жатырмыз. Сол билирубиннің жалпы мөлшері мысалға 400-450-ден жоғарылаған уақытта ол жүйке жүйесіне әсер беруі мүмкін. Бірақ ондай синдромдың, ондай аурудың кездесуі жиі емес. Ол өте сирек кездеседі. Уақытылы оны анықтап отырса, уақытылы емдеп отырса, диагнозы қойылып, кезекке тиісті мекемеде бала ем қабылдайтын болса, ондай қиындыққа, ондай мөлшерге жеткізу дұрыс емес. Әрине, ол үлкен мөлшерге жететін болса, біз білеміз, ол билирубиннің жүйке жүйесіне, жүйке клеткаларына әсері қатты болатын. Сол себепті оны дәрігерлер, медбикелер осының қауіпті екенін жеткізу керек. Қазіргі заманда, мысалға, анасы немесе медбикелер, ПМСП-дағы дәрігерлер үйде бақылайтын болса, баланың алақаны мен табанының сарғаюына көңіл бөлу керек. Егер де алақан мен табан сарғайса, онда бірден дәрігерге көрсету керек. Осыны ұмытпаған жөн. Рахмет. Енді біздің өзіңіз басқаратын орталықта ең кішкентай салмақ, баланың салмағы жөнінде айтып кетсеңіз, және оларға жасалып жатқан оталарды да білеміз, қандай оталар жасалып жатыр, медициналық технология жаңадан енгізіліп жатқан, сол жайында айтсаңыз. Енді бізде шала туған нәрестелердің әртүрі болады, жаңа сөз басында айтып кеттік. Ең төменгі салмақтағы нәрестелер, ол бізде 500 грамм, 600 граммдық нәрестелер салмақ бойынша, мерзімі бойынша олар 22 мен 26 аптаның ортасында туған нәрестелер. Бұл мерзімде туған нәрестелердің салмағы 750 граммнан төмен болады. Осы нәрестелермен өте көп жұмыс жасалады. Бұлардың өмір сүру қабілеттілігі өте төмен, денсаулығы өте нашар, әлсіз болып туылады. Өз тыныстауы қиын, қан айналымының өздігінен жүруі қиын, өздігінен тамақ қорыта алмайды, өздігінен несеп зәр, нәжіс шығаруы өте қиындау болады. Сол себепті барлық жағдайында барлық ағзаларға көмек қажет болады. Осы кезде бүкіл неонатологияның мамандары өте мықты біліммен, өте мықты технологиялармен қарамасақ, бұлдай нәрестелерді аман алып қалу, отбасына оралдыру, денсаулығын жақсарту өте қиындыққа түседі. Сол себептен алғашқы минуттардан, даже жүктіліктің бізге келіп түсіп, дайындалып жатқан кезінден біз осы дайындықты бастап, осы кезден бастап көмек көрсетуді қолға аламыз. Әрине, бұл кішкентай нәрестелердің өз кезегінде айта кетейін, біраз өзі қиын кезеңдері болады, өз этаптары болады. Алғашқы апталарда өкпемен айналыссақ, кейінгі апталарда қан айналымымен айналысамыз. Тамақ қорыту 2 апта, 3 аптаның көлемінде жеткізу керекпіз тамақ қорытуға. Одан кейін барып, мынау көз торы деп айтамыз, ретинопатия, шала туғандар ретинопатиясы дейміз. Осы ауруды 30 аптадан бастап бір скрининг, мониторинг жасаймыз. Одан кейін барып, ары қарай реабилитация
және катамнезді бақылауға көшеміз. Жалпы айтқан кезде осылай тізбектеп айтатын болсақ, осындай көмек осы шала туғандарға көрсетіледі. Күрделі оталар туралы айтсаңыз, өйткені бізде медицина жақсы дамып жатыр ғой елімізде. Оның ішінде мәмс енгізілгелі бері 5 жылдың төңірегінде неонатология саласында қандай да бір өзгерістер болып жатыр? Оң өзгерістер бар ма? Өте орынды сұрақ. Соңғы жылдары осы мәмс қолдауымен біз бірнеше ота түрлерін енгіздік. Мысалға айтатын болсақ, қазіргі заманда мынау көз торының ретинопатиясы, көз ретинопатиясы шала туғандарға байланысты. Осы ауру балдарда, аман қалған балдарда 2-3 ай мерзім возрастқа, сол мерзімдерде бұл кездеседі. Осы кезде біз осы операцияны енгіздік. Қазіргі заманда оны лазер коагуляция деп аталады. Көз торының орнынан ажырап кетпес үшін оны лазермен тігіп шығамыз, былайша айтқанда. Бұл операция бізде өзіміздің орталықта қазір жасалып жатыр. Мамандар оған арнайы оқытылып, арнайы лазердің коагуляцияның аппараты алынды. Оған қазір бізде бірнеше жағдайлар жасалған, арнайы операциялық бөлім бар оған арналған. Оны жасап жатырмыз. Одан бөлек тағы айтатын болсақ, шала туған нәрестелерде кездесетін некротический энтероколит деген ауру бар. Ол ішек ауруы баланың. Осы ішек ауруына да жылына біз 10-15 операция жасаймыз. Бұл аурудың қиындығы ішектің қан айналымы нашар болғандықтан және инфекцияның қосылу салдарынан осы ішектің қабырғасы деп айтамыз. Сол қабырғасында қабыну мен іру басталады. Осы кезде уақытылы дер кезінде ота жасалса және арнайы дәрі-дәрмектермен емделсе, осы баланы аман алып қалуға және ішектерін сақтап қалуға мүмкіншілік бар. Осы ота соңғы жылдары орын алып келе жатыр неонаталды хирургияның ішінде. Осы басқа оталарды айтатын болсақ, әрине туа біткен ақаулардың оталары. Қазіргі заманда біз тек қана абдоминалды немесе іш құрылысына арналған операция, таракалды немесе кеуде қуысына арналған операциялар. Одан бөлек жаңа туған нәрестелерде кездесетін нейрохирургиялық оталар жасап жатырмыз. Енді болашақта сол қазір кардиохирургиялық орталықтарда жүректің ақауына байланысты оталар жасала бастады. Осының дамуын күту біз қазір қадағалап және көмектесіп отырмыз. Шала туған сәбилердің ата-анасы ғой енді. Неонатологтар көмек көрсетеді, одан кейін ол бала үйге шығады, одан кейін оның күтімі қалай жүреді? Ата-аналар нені негізге алу керек? Қалай арғарай баласын дамыту керек? Өйткені баланың ішкі органдары дұрыс дамымаса, мерзімнен ерте туылған баланың денсаулығында басқа да ақаулар болуы мүмкін ғой. Неге мән беру керек ата-ана? Бізде шала туған балдардың ата-анасын алғашқы аптадан бастап, алғашқы күндерден бастап осы баланы күтіміне үйрете бастаймыз. Үйге шыққаннан кейін нәрестелерге, осы шала туған нәрестелерге күтім жайлы айтатын болсақ, онда біз ата-аналарға ең алдымен бірінші кеңес ол дәрігерлерден, мамандардан қол үзбеу деп айтатын едік. Бұл нәрестелер ерекше болғандықтан, оларға шыққаннан кейін ұсыныстар, рекомендация ретінде бірнеше пункттен тұратын заттарды біз айтып, жазып жібереміз. Соның бірі ол мамандардың ПМСП-да болсын, өзіміздің облыстық перинаталдық орталықта катамнез кабинеті болсын, осыдан қол үзбеу керек. Ол бірінші мәселе. Соған арнап біз катамнез кабинетін ашып, мамандарды отырғызып, аптасына 2 рет, 3 рет сол нәрестелерді шақырып, кеңес беруге, көруге, жағдайын бақылауға сондай мүмкіншілік жасап қойдық. Екінші, ол нәрестелердің үйде сол жағдайларды қадағалап отыру, өз жағдайын. Мысалға біз айтамыз, қатерлі симптомдар, қатерлі белгілер. Олар жаңа нәрестенің демалмай қалуы, нәрестелердің тырыспа беруі, нәрестелердің алақаны табаны сарғаюы, дұрыс ембеуі, дұрыс өзін ұстай алмауы, әлсіз болып қалса, температурасы көтерілсе, түссе, осындай қатерлі симптомдарда дәрігерге бірден көріну қажеттігін айтамыз. Үшінші мәселе ол тамақтану мәселесі. Тамақты қандай жүйеде, қандай мерзімде, қандай бір уақытқа байланысты бөліп белгілеп қойған болса, сол тамақты ары қарай жалғастыру керек. Тек соның мөлшерін көбейту, салмаққа байланысты, уақытқа байланысты, оны кеңес алып тұру керек. Төртінші мәселе ол тері күтімі, шомылдыру уақытылы, жұмсақ киім кигізу. Бесінші мәселе ол кенеттен болатын
бала өлімінен профилактикасы, ол баланы дұрыс жатқызу, дұрыс ұйықтату, темекі шекпеу бөлмеде, дұрыс температураны ұстау, баланың үстін дұрыстап жабу, қадағалау, осындай мәселелердің барлықтарын біз кеңес ретінде айтып жібереміз. Осыған өте көп көңіл бөлу керек ата-аналар, және ол сұрақтары болатын болса, өз маманымен, дәрігерімен телефон арқылы сөйлесуге болады, кеңес алуға болады, немесе барып көрсетіп кеңес алуға болады. Осындайға мүмкіншіліктері бар қазіргі заманда. Мынау неонатология саласында қандай бір өзіңіздің арманыңыз бар? Нені жетілдіруіміз керек? Мысалы, шетелге де шығасыздар ғой, тәжірибе алмасуға, квалификациялық білімді жетілдіруге. Қазақстанмен салыстырғанда ол жақтың енді алға ілгерілеушілік бар шығар. Қандай бір ұсыныс тілегіңіз бар осы саланы дамытуға арналған? Болашақта айтатын болсақ, әрине біз ол мемлекеттерден сәл кешірек басталған шығармыз. Біздің критерийлеріміз немесе біздің қазіргі стандарттарымыз, протоколдарымыз делік, олардың келуі біздің дамуымызға алып келді. Және шетелдік мамандардан көп мерзімге қалып қойдық деп мен айта алмаймын. Кейбір мемлекеттерден, ортан қолды мемлекеттерден артық болмасақ кем емеспіз біз. Сол статистикалық көрсеткіштер бойынша, немесе балдардың тірі қалу көрсеткіштері бойынша, олардың денсаулықтары бойынша біз аса қалып қойдық деп айта алмаймын. Бірақ біздің мемлекеттерде қазіргі даму, неонатологияның даму жайлы айтатын болсақ, мен ең алдымен өте кішкентай нәрестелердің тірі қалу мүмкіншіліктерін арттыру жайлы айтатын едім. Ол 22, 23, 24 апталық нәрестелер. Әзірге бұл мерзімде туылған нәрестелердің өміршеңдігі немесе өмір сүру қабілеттілігі әзірге төмен болғандықтан мүмкіншіліктері де ерекше болу керек. Олардың денсаулығы да, күтімі де ерекше болған дұрыс, соған қадағалау. Тағы бір мәселе, ол біздің алға дамуымыз үшін әрине ол білім мен ғылым қажет. Осы жағынан бізге қазір алға басу қажет. Менің арманым осы ғылым мен білімді біздің мемлекетте дамытса, біздің дәрігерлер, медбикелер осы ғылым мен білімнің ішінде жүрсе, көздері көбірек ашылып, және біз бүкіл әлемдік тәжірибеден де, бүкіл әлемдік ғылым мен іліммен де қалмас едік. Менің бар арманым қазірге осы ғылым мен білімді дамыту, және кейбір ғана моменттерде, кейбір ғана бір белгілі бір технологияларда ғана осыларды енгізіп алсақ, ары қарай біз мүмкін жоғары деңгейде боламыз деп ойлаймын. Мына біздің өзіңіз басқаратын орталықта кадр мәселесі бір жолға қойылған ба, мамандары жеткілікті ме, және олардың білімін ұштау мақсатында қандай да бір шетелге барып тәжірибе алмасы қайта ма, осы білім жетілдіру жөнінде айтып берсеңіз. Білім жетілдіру бізде жолға қойылған деп айтайық. Біздің қазіргі мынау үкіметтің бөлініп жатқан болған гранттары бар, арнайы программа, бағдарламалар бар. Өзіміздің облыстық денсаулық сақтау басқармасында программалар бар. Соған байланысты біз шет мемлекеттерге шығып тұрамыз, әрине тәжірибе алмасып тұрамыз, оқып та келіп тұрамыз. Кадр мәселесі, дайындау мәселесі осы жағынан жаман емес. Біз кадрлар жайлы айтатын болсақ, кадр тапшылығы, неонатолог мамандарды айтатын болсақ, қалада облыстық перинаталдық орталықта, қалалық орталықта ол жеткілікті. Тек қана кейбір аудандарға ғана, мен бас маман ретінде айтам, кейбір аудандарға осы жас мамандардың баруы қиындау. Сол аудандарға осы мамандардың бірен саран ғана жеткізіп беріп тұрса, онда дұрыс болар еді. Медбикелер дайындауда бізде 100% көрсеткіш деп айтайық. Қазір бізде медбикелер дайындайтын оқу орталықтары, симулятивті орталықтар бар. Сол жерлерде олар білімін жетілдіріп, сол жерден өз деңгейлерін жоғарылатып, аудандарға бірінші, екінші деңгейлі перинаталдық көмек көрсету орталықтарына барып жұмыс жасай береді. Осы аудандар туралы айтсақ, ауыл, шалғай ауылдық елді мекендерде осы неонатология саласы қалай дамып жатыр? Ол жақтағы ауылдағы ағайынның жағдайы қалай осы жағынан? Бізде 10 аудан бар облысымызда. Осы 10 ауданда 10 перзентхана бар дейік. Тек қана Қордай ауданында 2 перзентхана бар. Осы Сортөбе ауылында бар, және Қордайдың өзінде қалған аудан орталықтан бәрінде босандыру бөлімшелері бар. Соңғы жылдары осы 4 ауданда біз екінші деңгейлі көмек көрсету көтерілді. Көмек көрсету деңгейі ол Қордай ауданы, ол Шу ауданы, Меркі және Тұрар Рысқұлов ауданы. Басқа 6 ауданда ол бірінші деңгейлі көмек көрсету, перинаталдық көмек көрсету мүмкіндіктері бар. Ол жерде арнайы бөлінген
көрсеткіштер бойынша босандыру жүреді, нәрестелердің туылуы болады, оларға арнайы көмектер көрсетіледі. Кенеттен пайда болған синдромдарда, кенеттен пайда болған ауруларда шұғыл көмекті барлық жерде көрсете алады, барлық ауданда шұғыл көмекті. Шұғыл көмектен кейін тұрақтандыру көмегі бар. Одан кейін бар санавиация бар, ол нәрестелерді, ол аналарды алып кетуге мүмкіншілік туады. Нәрестелерді айтатын болса, біз жылына алғашқы жылдары осы 2008-2010-15 жылдарға дейін біз жылына 300-250 нәрестені тасымалдайтын болса, қазір ол нәрестелер саны азайды. 100-120 төңірегінде нәресте жылына тасымалданады. Оның ішінде шала туғандар да бар, ақаулары бар нәрестелер болады, немесе кенеттен пайда болған синдромдар болады. Соған байланысты біз оларды санавиация көмегімен, өзіміздің дәрігерлер мамандар көмегімен осында облыс орталыққа, перинаталдық орталыққа алып келіп көмек жасаймыз. Біздің орталықта демек барлық көмек көрсетіледі. Қазір Астана, Алматыға ата-аналар бармай ма балаларын алып, әлде бір белгілі бір көрсеткіш бойынша әлі де жібересіздер ме? Ғылыми орталықтарға жібереміз. Ол өте ауыр жағдайдағы нәрестелер деп айтайық, немесе ерекше аурулар бар балдар, ерекше патологиясы бар балдар. Олар мысалға жүрек ақауының қиын түрлері, жүйке жүйесінің қиын ақаулары, немесе жаңағы өте бір ғылыми тұрғыда, немесе бір тексеруді, емдеуді қажет ететін нәрестелер болса, оларды әрине ауыстырамыз. Бірақ бұрынғыдағыдай өте көп деп айта алмаймын, олар бірен-саран ғана нәрестелер. Ол үшін біз Алматыдағы педиатриялық хирургиялық орталыққа, Астанадағы ана мен бала қорғау орталығына, немесе Астанадағы кардиохирургиялық орталыққа нәрестелерді ауыстыру жайында келісіліп, телемедицина жасалып, одан кейін барып жіберіліп жатыр. Мынау жаңа айттық қой, мынау баланың шала тууы, ол ең бірінші ана денсаулығына байланысты деп. Осы шала туудың санын өзіңіз айтып жатырсыз, азайып жатыр деп, балаларды аман алып қалу мүмкіндігі жоғары деп, бірақ осы жастарды қалай біз тәрбиелейміз? Денсаулығына мұқият қарауға, қандай да бір өзіңіздің айтатын бір кеңесіңіз, ұсынысыңыз болса жастарға арналған? Әрбір осындай сөйлесу, кеңесудің артында осы әрине біз халыққа арнап өз кеңестерімізді, өз ақылымызды айтуға тырысамыз. Себебі біз маман болғандықтан, осы қиын жағдайларды көргендіктен айту біздің парызымыз деп есептейміз. Әрине болашақ анаға, болашақ әкеге айтарымыз, ол ең алдымен отбасы болуды жоспарлау жайлы айту керекпіз. Отбасы болуды жоспарлау және әке, ана болуды жоспарлау. Осы кезде арнайы бағдарламалар бар. Қазір сол алғашқы көмек көрсету мекемелерінде, ПМСП-ларда, біздің поликлиникаларда осыған арналған кабинеттер ашылған, осыған арналған мамандар отыр, осыған көңіл бөліп, зейін қойып барғанын біз қалар едік. Екінші, ол денсаулыққа қарау. Денсаулыққа қарау, ол адам баласы дүниеге келгеннен бастап ата-анасының дайындығымен, ата-анасының кеңесімен, соған байланысты үнемі айтып отырады. Денсаулықты жас кезден күт деген сөз бар. Осы жас кезден күткен денсаулық кейін болашақта сіздің бала-шағаңыздың денсаулығына ұласатынын ұмытпаған жөн. Және тағы да айтарым, жүктілікке дайындалу. Жүктілікке дайындалу да қазіргі заманда қажеттілік етеді. Жүктілікке дайындалар болмастан бұрын, 3 ай бұрын әкеде, анада фолий қышқылын ішу керек. Ол туа біткен ақаулардан қорғайтын препарат. Анемия болмауды ойлау керек. Жүктіліктің алдында бүкіл денсаулығын тексеріп, қабыну процестері болса басып, эндокринді жүйені тексеріп, қандай да бір проблемалар, аурушаңдық болатын болса, оны емдеп, дайындалып барғанын біз ойға салып, соны зерделегендерін, соны үнемі көкейінде ұстағандарын айтқымыз келеді. Сұхбатымыздың соңында әлеуметтік медициналық сақтандыру туралы өзіңіздің ойыңызды айтсаңыз, маман ретінде, осы салада жүрген үлкен азамат ретінде мәміз жалпы халыққа не берді, не беріп жатыр, осы турасында өзіңіздің ойыңызбен бөліссеңіз? Мәміз жайлы айтатын болсақ, менің ойым, ол бүкіл әлемдік тәжірибе, ол өте халыққа қажет зат, өте керек. Қазіргі таңда халқымыздың ортасында осы мәмізді
даже үлкен кісілердің арасында да, мысалға парламентте де, басқа жерлерде де біреу сынап жатады, біреу қолдап жатады. Мен өз басым, жеке басым, отбасымызбен бірге біз қолдаймыз. Себебі біз осы салада жүргендіктен біз бұл механизмді мен өзім жақсы түсінемін, жақсы білем деп айта аламын. Біз жас кезімізде мүмкін дәрігерге бару қажеттілігі шамалы шығар. Мүмкін оның тіптен қажеттілігі аз деп айтайық, тек скринингке уақытылы барып тұрса, уақытысымен жас мөлшеріне байланысты ол жеткілікті. Ал егер сіз зейнет шағыңызға жеткенде немесе бір аурушаңдық пайда болған кезде осы мәмстің пайдасын сол кезде көреді адамдар. Мен өзім айтар едім, қазіргі заманда балалардың денсаулығы, аналардың денсаулығы, инвалид дейміз ғой, жаңағы мұқтаж адамдардың, зейнеткерлердің денсаулығы осы мәмс жүйесіне байланысты әзірше қолдау алып тұр деп есептеймін. Мен өз басым неонатолог ретінде, мысалға өзіміздің бөлімшедегі ем қабылдап жатқан нәрестелердің көпшілігі осы мәмс жүйесіне байланысты көмек алып отыр. Оған көзім жетіп, соның ішінде жүргендіктен мен айтар едім, бұл саланың медицинаға берері көп. Халық соны дұрыс түсінсе деймін, қолдаса деймін. Мынау мәмске төлемдер қазір айтып жатыр ғой, 80%-ға барды деп. Мен оның 100%-ға жеткенін қалар едім. Сонда біздің мемлекетте дұрыс медицинаға қолдау болады деп есептеймін. Енді сұхбатымыз соңына жетіп қалды. Студиямызға келіп, неонатология саласындағы болып жатқан оң өзгерістер туралы халыққа тұшымды ақпарат бергеніңізге көп рахмет. Еңбектеріңіз жемісті болсын. Көп рахмет сізге. Ал құрметті көрермен, бүгінгі подкастымызды аяқтаймыз. Дендеріңіз сау болсын, аман болыңыздар.